Әйел кісі сенің үйіңе келді ме, ол сенің қызың ол. Қайнаталарға айтып тұрмын мына жерде, енелерге, аталарға айтып тұрмын мына жерде. Ол біреудің қызы еді, енді сенің қызың болды. Сол себептен әкесі, баланың әкесі, яғни қыздың қайнатасы оның махрамы болады. Егер ертең қой жіберсе де баласы, махрам болып қалады ол. Қызы болып қалады. Үйлену мүмкін емес, қызы ол. Қызы сияқты. Оны солай сақтау керек, солай құрметтеу керек. Өз қызыңды біреулер сөйтіп құл қылса, жақтырасың ба? Жоқ. Демек, мынау да біреудің әзиз қызы ғой. Біреудің де көзінің қарашығы ғой бұл. Не оны қорлайсың осындай құл сияқты қылып? Екі жақта өзінің ақысын білу керек. Келін екен деп біреудің қызы деп қалаған бәлесін басына салмай, екінші жағынан келіндерде менің тек қана бір ғана анам бар деп айтады екен біреулер. Маған екінші ана керек емес деп айтады. Керек емес болса, кете бер бар. Сөкті ме жоқ па? Керек емес ол бар, кете бер. Екінші ана керек болса, мынау бар. Мен бармын дейсің оған. Егер ана керек емес пе, демек мен жоқпын сен үшін. Сөкті ме жоқ па? Екі жақта. Былай да болмау керек, зұлымдық қылып. Былай да кең дала болып кетпесін. Әрбір нәрсе, Наби саллаллаху алейхи айтқандай, «Уағти кулла зи хаққин хаққа». Әрбір нәрсенің ақысын өз ақ иесіне бер дейді. Сенің ақың мынаны қыздай қабылдау, оның ақысы сені өзінің әке-шешесінде құрметтеп қабылдауы. Әрбірі өзінің ақысын орындау керек. Бірақ айтамыз және, егер қыз, әйел кісі жақсы болып, күйеуінің ақысыны, оның туысқандарының ақысыны шариғатқа сай беріп жатыр. Дінде өзі соменен бірге әке-шешесі қой мынаны десе, оны ажыраспайды ол. Оны ажырасуға бармайды. Себебі ол жерде ақсыз сөз болады. Сөкті ме?